Камераны маған қарай қарап тұрсын есемесе ыңғайсыз болатын сөйлеуге. Және сөйлегенде ютубтан дауысымды өзгертсе болады ма? Әйтпесе ютубта кім сөйлеп тұрғаны бәрі белгілі болып тұрды. Хотя бы ютубта дауысымды өзгертуге болады ма? Ютубта дауысты өзгерту керек дейсіз ба? Әйтпесе ар жақтан көрініп тұр, түріміз, кім сөйлеп жатқан дауысымыз бәрі белгілі болып тұр. Уважаемый суд, он еще действующий сотрудник. Уважаемый суд, я считаю, надо отклонить, потому что дело открытое, тем более Конвенция против пыток — это международный договор, и по данному делу тоже будет отчет в комитете ООН. Что вы боитесь, чего вы боитесь, это тайна. Что так, Все, общий-то тут. давайте, все, понятно же, да? 4 желтоқсан күні Қарасай ауданы полиция басқармасының барлығын жеке құрамды тревога бойынша көтерілді, және көтерілген уақытта біз 7 желтоқсанға дейін ешкімді үйіне жіберген жоқ. Қарасай ауданының желтоқсан ба, қаңтар ма? Қаңтарға дейін ешкімді үйіне жіберген жоқ. Сол уақыт аралығында біз Қарасай ауданы полиция басқармасының сыртын күзетумен айналыстық. Және 7 желтоқсан күні кешкі уақытта біздің сол уақыттағы бөлімше бастығы Сопақ Бауыржан Қайратұлы бізге команда берді. Қарасай аудандық полиция басқармасының арнайы қабылдау орны қызметкерлеріне Қошмамбет ауылындағы орналасқан арнайы қабылдау орнына бару керектігімізді. Және мен ол жаққа қалай бару керектігін білмеймін, себебі мен оның алдында ол жаққа барып көрген жоқ болатын. Сол арнайы қабылдау орнына бардық. Арнайы қабылдау орнына барғаннан кейін сол жақта біз бұйрық күттік, ары қарай не істейтінімізді. Сол кезде Бауыржан Қайратұлы келіп бізге айтқан болатын. Бауыржан Қайратұлы. Сопақ Бауыржан. Сопақ. Сол кісі бізге келіп айтқан болатын. Ол уақытта камералардың кілттері ештеңкесі жабыстырылмаған болатын, және қай камера қайсысы екені белгілі болған жоқ болатын. Содан бастап біз камералардың есігіндегі белгілерді жабыстырып, және де кілттерін тауып тастаған болатынбыз. Кілттерін тауып жабыстырып, соны жабыстыру уақытысында бізде актовый залда жиналыс болады деп, біз сол жаққа бардық. Сол жаққа барған кезде басында бізге түсіндіріп жатты, көздеріне қарамаңдар, олар возможно гипнозбен владеть етеді, қауіпті террористер деп. Сол уақытта мен ойлаған болатын, ол жиналысты Тұрпанбаев Серік Мұхтарұлы жүргізіп жатыр деп ойладым. Келіне белгілі болғандай, ол жерде Тұрпанбаев Серік Мұхтарұлы емес екен. Мен ойлаған кісі, ол кісі ұлттық қауіпсіздік комитетінен болғандығы анықталды. Себебі мен ол уақытта әлі ешкімді танымаймын, тағайындалмаған. Сол себептен мен ол кісіні танымадым. Себебі ол кісі следствие бастығы болғандықтан, ол кісіге ешқандай да қатысым болған жоқ, және ол кісіні танымадым. Содан соң біз қайтадан шығып кетіп, сол белгілерді жабыстыру барысында екінші этажға қарай көтеріліп бара жатқан кезінде уже адамдарды алып келіп кіргізіп жатқан болатын. Көп адамдарды алып келіп кіргізіп жатты. Сол кезде мені байқағаным бойынша қара киімде маскамен және маскасыз адамдар болды, және де әскери киімде болды. Және де мен танымайтын көптеген азаматтық үлгідегі киіммен азаматтар болды. Және де біз екінші қабатты бітіріп, және үшінші қабатты бітіріп болғаннан кейін адамдарды екінші қабатта әлі де жайғастырып жатқан болатын. Сол уақытта бізге бірінші қабаттағы адамдарды күзетуді бұйрық берді. Сол уақыттан бастап сол бірінші және екінші қабаттағы адамдарды күзетумен айналыстық. Біздің міндетіміз сол уақытта бізге айтқан болатын, ештеңеге сендер араласпайсыңдар, сендер тек қана бізге келген адамдарға сол кімді шығару керек, сол адамды шығарып бересіңдер. Және де тамақтарын, және де осы адамдардың ішінде суицид жасамауын, және де қаш кетпен, және де басқа да заңға қайшы әрекеттерін жасамауды қамтамасыз етесіңдер деген болатын. Кейіннен бізде нақты уақыты есімде жоқ. Белгілі бір уақыттардан кейін бізде сантехникамен проблемалар болып, іштегі туалеттер істемей қалды. Себебі бірінші этаждағы неміз взлетканың бәрі сап-сары болып, адамның дәретіне толып кеткен болатын. Сол себептен іштегі ұсталған азаматтарды дәретханаға далаға алып шығып жүрген болатынбыз. На 7 января, получается, вы были еще стажером? Ну, немде солай жазылып тұрған болатын. Уважаемый
Сторожить. Ал Зачитать приказ. Все. Это 46-й том, без дела 163. Здесь наказаться нужно, да? Алматы облысының полиция департаменті бұйрықтан жүзіндегі мазмұны жеке құрам бойынша 27.90.2021 жыл нөмірі 943 ЖК Талдықорған қаласы Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметі туралы заңына бұдан ары заңға сәйкес тағайындау Қарасай ауданы полиция басқармасы бойынша академияның арнайы бастапқы кәсіптік оқыту курсын бітіріп келген Олжас Нұрымжанұлы Айдарханов әкімшілік тәртіпті қамауға алынған адамдар үшін арнайы қабылдау орнының тағылымдамадан өтуші полицей лауазымынан босатылып ағылшынша ССВ 12 санаты бойынша сол жердегі полицей лауазымына тағайындалсын. Тәлімгері бұл полиция капитаны Сопақ бекітілсін. Бастық полиция генерал-майоры Кудибаев. Демек сіз 28 желтоқсаннан бастап қызмет атқарып жүрсіз ғой? Рас па? иә 28 желтоқсан күні бағанағы айтып өткендей бұйрыққа кіргенім рас, бірақ маған белгілі бір ешқандай да бір қызметтік міндетім туралы ақпараттарды алып келген жоқ болатын, және де мені арнайы барып Сопақ Бауыржан сенің нең болады деп айтқан жоқ болатын. Маған осы қаңтарсыз оқиғасы біткеннен кейін болған болатын. Себебі бізде 28 желтоқсан сол болған уақытта Алматы қаласына Қазақстан елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев келіп личный мероприятияға және де жарты Қарасаудан басқармасын неге жіберген болатын. Қоғамдық қауіпсіздікті қорғау мақсатында көшелерге жіберген болатын. Сол себептен мен ешқандай да қызметтік міндеттермен таныстырған жоқ. Және де өзінің арнайы қызмет ететін бұйрығымды ешкім келіп маған таныстырып және де қолыма берген жоқ. Бірақ сіз 28 желтоқсан күні бұйрықтан өттіңіз ғой Талдықорған қаласында? Талдықорған қаласында өткен жоқпын. Қай жерден? Қарасаудан басқармасында өткен болатын. Сіз мынау өзіңіздің жауап. Вы вот в своих показаниях все время ссылаетесь на очные ставки. С кем из потерпевших вам приходилось на очной ставке вы участвовали? Исламов Жасурбекпен, Исламов Жасурбек, да? сосын Алимкулов, Алмас деген кісімен. Алимкулов. Все? Рұқсат па? Құрмет рұқсат. Жауап беріп отырсыз ба? Рұқсат па? Только двоими? Түсінбедім сіздің сұрағыңызды. Только с двоими очная ставка состоялась или еще будет кто-то? Жоқ, Якупов, Якупов. сосын Исламов Елдор деген азаматпен болды. Елдор, да? Болды ма? Болды, иә. То есть в этих очных ставках вы правдивые показания даете, да? Дәл солай. Уважаемый сотрудничатель, зачитать из очной ставки отрывки. Уважаемый судовышитель, на очной ставке он был на прошлом статусе свидетеля. Согласно статье 112 части 3, те показания, которые он дал в качестве свидетеля, подозреваемые не могут быть признаны допустимыми. Поэтому я считаю, сейчас его допрашивать именно по тем очным ставкам, вопрос задавать-то нецелесообразно. Свидетель или свидетель, имеющий полномочия? Свидетель. В качестве свидетеля дал пояснение? В качестве свидетеля. 38 и сделал 26. Он в статусе свидетеля, имеющий право вообще не был, сразу подозреваемый. Но здесь он же давал же показания? Он же здесь показания давал же. Но нақты айтып өтті ғой сізге жаңағы процесстік кодекстің 212 бабы бойынша куә ретінде берілген жауаптар алда орында ол тұлға күдікті болған жағдайда ол дәлелдеу болып саналынбайды, яғни сіз қазір оқуға. Но они еще не признают. Они же еще не признали. Я задаю вопросы только по сегодняшним показаниям подсудимому.
он ссылался на эти очные ставки, в связи с чем у меня возникает вопрос. Теперь претензий нет ко мне, да? Так, хорошо, здесь указаны показания данных подозреваемых в ходе придать допрос в качестве свидетеля не могут быть признаны в качестве доказательств использованы против. Также положено в основном обвинение подозреваемого. Здесь речь идет, что эти показания не могут быть приняты как бы доказательства. Ну, вопрос, наверное, в связи с этим заключать нет? Да. Тем более он сегодня, как видите, постоянно ссылался на эти очные ставки, поэтому у меня вопрос возникает. Хорошо, оглашайте со ссылкой. Том 38, раздел 26. Что это? Это очная ставка между Айдарханом и Алимковым. Вот вопрос. Все зачислить должен? Или я могу Что вас открыть? интересует? Задали вопрос Алимкову. Расскажешь, при каких обстоятельствах вы впервые встретились с Айдарханом в спецприемных расположенных в селе Хошманбет? Ответ Алимкова. Это было поздней ночью с 7 на 8 января 2022 года, когда меня были задержаны в поместили в камеру. В это время в камере запрещено было садиться и ложиться. Мы в камере стояли полуприсядем, потому что ровно стоять также нам запретили. В это время в камеру зашел Айдархан, рядом с ним был другой сотрудник. На внешность молодой, примерно 2000 года рождения, светлый. Они вдвоем зашли и начали оказывать сперва психологическое давление, то есть запугали нас, обвиняя нас в том, что мы участвовали в митинге. Мы, соответственно, ничего не отвечали, как-то сильно боялись. В этот момент Айдархан подошел ко мне и применив изучающий прием, то есть своим предплечьем, охватив мою шею, начал меня душить. Я всячески подавал признаки, что я теряю сознание от нехватки воздуха, но Айдархан продолжил меня душить. В результате я потерял сознание и упал на пол. Потом мне в лицо кто-то из сотрудников плеснул воду, от чего я очнулся. Когда я приходил в себя, я слышал голос Айдархана. Он с насмешкой говорил, что я стимулирую и притворяюсь. Потом они ушли. Через некоторое время, примерно через час или 2 часа, нас выводили из камеры и снимали отпечатки пальцев. Тогда я тоже видел Айдархана, но я не помню, что именно делал. То есть принимал участие в снятии отпечатков или просто стоял там было несколько сотрудников. Услышал вот показания Алимкову? Жай солай естідім, және де ол кісінің ол жақ айтқанына мен түбегейлі қарсымын. Себебі ол кісі өзінің берген ең бірінші түсініктемесінде айтқан болатын. Менімен бірге 122 және 130 суреттерде көрсетілген сол уақыттағы ИВС қызметкері, Дәулет деген қызметкер көрсеткен болатын. Ол қызметтер кейіннен белгілі болғандай, ол уақытта Қошманбет ауылында болған жоқ, Қошманбет ауылындағы спецприемдер. Және де сол уақытта көрсетілген 130 суреттегі Кемелбек Дамир, яғни ол кісі участковый қызметкер болды, және де ол кісі ол жақта болған жоқтығын екенін айтқан болатын, және де ол кісі дәлелдеген болатын. Және де ол кісінің маған берген уақытысында, берген показаниясы бойынша 24-27 жас аралығындағы қызметкер, және де шашы тік деген болатын. Егер назар аударып қарасаңыздар, менің қазіргі уақытым, қазіргі жасым 23 жаста. Және де шашым менікі тік емес, бюролау болып келген, тік шашты емес. Сол уақыттағы міне, менің суреттерімді қарасаңыз, фейс, балалық фейс болып есептелінеді. 24-27 жас аралығындағы қызметкерге ешқандай да ұқсастығы жоқ деп есептеймін. Бұл жала деп есептеймін, себебі бұл миға қонымсыз, қисынсыз жағдай болып есептелінеді. Уважаемый суд, можно здесь возразить? Прокурор сейчас задает вопросы и оглашает протокол очной ставки для того, чтобы доказать обвинение против, например, Айдарханова. Если его допросы в качестве свидетеля не могут быть положены в основу обвинения подозреваемого, как требует часть 3 статьи 112, зачем его сейчас оглашать? И таким образом как-то повлиять на мнение суда. Я вообще категорически возражаю против оглашения данных показаний. Что на очной ставке ссылается? Он же там, Свидетелем. он же сейчас. Жоқ, бұл жерде Алимков Алмастың өзінің берген қызметкерлерінің ішінде сол
екі қызметкер ол жақта болмағандығын, және де 253 суретте көрсетілгенде Хамитов Нұрсұлтан мен молчаливый согласие қосып жатыр. Мен ол уақытта Хамитов Нұрсұлтанды мүлде көрген жоқпын, және мүлде танымайтынмын. Мен Хамитов Нұрсұлтанды ол қаңтар оқиғасы біткеннен кейін 2022 жылдың шатаспасам октябрь немесе ноябрь айында танысқан болатынмын. Ол уақытқа дейін мен ол кісіні мүлде көрген де жоқпын, таныған да жоқпын. Ал ол кісінің айтуы бойынша, мен Хамитов Нұрсұлтанның айтуы бойынша ол кісіге күш қолдандым деп көрсетілген болатын. То есть... Және де, егер де өздеріңіз салыстырып қарасаңыздар, Алимкулов Алмас пен Исламов Жасурбектің айтуы бойынша екі кісі де берген показаниялар әртүрлі болып жатыр. Яғни күмән тудыратындай. Ислам Жасурбектің айтуы бойынша мен ол уақытта қара киімде болдым, қара спец киімде болдым, ал Алимкулов Алмастың айтуы бойынша мен гражданкадағы қоңыр түсті киімде болдым. Так, хорошо, смотрите. Сіздер Стоп. Части 3 статьи 112 на который ссылается показания свидетелей в качестве свидетелей не будем. Но есть же вот Алимкулов, он был допрошен в суде. Алмаз, да? Прямо указано. Вот, она сотта Алимкулов Алмаз, да? Естің спок? дұрыс есіме қалайсыз? Алимкулов Алмаз сот барысында жауап алынды. Алимкулов Алмаз. Онлайн. Енді сотта жауап берді. Сол жауабына не айтады? Түбегейлі қарсымын, себебі келіспеймін мен ол жауаптарына. Себебі мен ондай ешқандай да ол уақытта ондай істерді істейтіндей менде белгілі бір лауазымда болған жоқ. Қайтадан айта кететін болсамшы, ондай лауазым болған жоқ, белгілі бір абыройда болған жоқ ондай істейтіндей. Және де егер өздеріңізде былай оймен ойлап қарайтын болсаңыздар, қызметке 7 күн бұрын ғана келген қызметкерге ондай істі істетіп отыратын үлкен қызметкерлерді істеткізбейді деп есептеймін. Хорошо. Ислам Жасурбек тоже сотта жауап алынды одан, да? Да, солай. Не айтады соның жауабына? Ол кісінің де айтқан мен келіспеймін, себебі мен ол жерде отпечаток пальцев ештеңке алған жоқ болатынмын, ондайға қатысым жоқ, ешқандай да менде қару болған жоқ, ол кісіге камерасына кіруге рұқсатым да болған жоқ. Және де ондай әскери киім менде болған жоқ. Олды бір сөз қатерінің қажет жоқ. Көрет айтсаң жетер. То есть Алимкулов, Исламов, на вас наговаривают? Мен солай деп есептеймін, себебі ол кісілердің айтып отқан бір-біріне келетін жағы сол қол саусақ іздерін алып, ал киім жағынан және де басқа жағынан келмейді. Вы сказали, вот Якупову оказывали нет помощи или как? Нет. Помогали или что? Он меня просил угасить сигарету, я ему сигарету одолжил у другого человека принес. Ол кісі менен темекі алып келіп беруін сұрады, темекіні алып келіп бердім, және де бас ауруының дәрісін сұраған болатын. Және ол кісіге мен берген болатын. Вы очную ставку помните с ним? Да, солай. Вы подтверждаете эти показания? Толықта есімде жоқ, бірақ өзінің айтқан сөздерінде, я подтверждаю. Сейчас могу я зачитать, вы подтверждаете? Отрывок из его показаний. В силу части 3 статьи 112 они не могут быть показания положенные в основе. Я понимаю, но все равно я вопрос могу задать? Нет. По закону не можете, зачем ссылаться? Нет. Вы за судью не решайте, пожалуйста. Судья сам сейчас Заңның өзі тыйым салып тұр ғой. обращайтесь к суду. Құрметті сот, Обращаемся, заңның поэтому возражаем. Я не считаю, что это нарушаю. Которые очные ставки пояснений вы давали, вы их подтверждаете? Вы помните эти показания в качестве свидетелей? Есімде, но барлығы есімде емес, ол уақыттан бері көптеген уақыттар өтіп кетті, но мен қазіргі айтып отқан нәрселерім сол кезде айтқан болатын. Және сол кездегі Яковтың өзінің жауабынан қарасаңыздар, және кейіннен өзі де айту бойынша, ол кісі маған деген рахметтерін өзі жеткізіп жатқандығын айтқан болатын. Хорошо, а вот те показания, которые дали Исламов и Алимкулов в суде, они же на вас показывали, да? Слышали вы? Да, солай, бірақ ол берген кісілермен келіспеймін. Не себеп? Себебі мен ондай іс-әрекеттер жасаған жоқпын. Менің ойым бойынша ол кісілер
маған жала жауып жатыр. Себебі ген прокуратура мені шақырған кезінде маған айтқан болатын ол кісілер. Хамитов Нұрсұлтан мен Сопақов Бауыржанға показания беруімді сұраған болатын. Және де Тұрпанбаев Серікке показания беруімді сұрады. Мен не себептен деп сұраған кезінде сен үйленгенсің ба деп сұрады менен. Мен сол уақытта тұрып, жоқ үйленбеген, осы жақын аралықта үйленейін деп жатырмын деп жеткізген болатын. Сосын маған қарады да қаншадасың деді. Мен 23 жастамын дедім. Бауырым, жас екенсің, 23 жесің, үйленбегенсің. Мен саған жігітше жаным ашып тұр. Сен лучше соларға показания бере сал, мен саған көмектесіп, таза қылып шығарып жіберемін деген болатын. Сол кезде мен ол кісіге айтқан болатын. Мен ол нәрселерді істемеген болсам, көрмеген болсам, білмеген болсам, мен ол кісілерге қалай показания беремін деген кезде ол кісі айтқан болатын. Білмеймін енді, бауырым, көресің ғой, өзіне өзің жанын ашмасаң, білмеймін енді, сені құтқаратын вариант сол болып тұр деп айтқан болатын. Және сол сөзден кейін осы кісілермен маған очный ставка жүргізіп, сондай болған болатын. Ал оған дейін маған ешқандай да не болған жоқ болатын. Хорошо. Так. Сол себептен мен ойлаймын, показания бермеген себептен осылай кіргізіп жіберді деп ойлаймын. Там что, расхождение есть? Почему? Да, расхождение. Настаиваете? В какой части? Я отрывок прочитаю, именно его показания в отношении по Розакову, Якубку. Хорошо. Том 7, есть дело. Ну, первое сразу очень ставка идет. Первый лист? Да, с первого листа. Здесь вопрос Айдархану. Что можете пояснить касательно показаний Якубка? Согласны ли вы с этим показанием? Ответ Айдархану. Я полностью слышал показания Якубка, я согласен с его показаниями. Также могу добавить, что в отношении задержанных, в том числе Якубка, никаких противоправных действий я не принимал. Я занимался сопровождением конвоируемых задержанных на прогулку, также открыванием дверей камер. На тот момент у Якупа я заметил, что сломан нос, синяки под глазами. Я у него спросил, что случилось, на что он мне ответил, что сотрудники СПА избили его. Я спросил у него, кто ему сломал нос. Тогда же Якуб ответил, если увижу, узнаем. В первый день во время инструктажа в актовом зале СПА нас предупредили, что к нам везут террористов и бандитов, чтобы были осторожны, в глаза им не смотрели, что они владеют гипнозом. Также, не помню какого числа, Якуб просил у меня таблетки обезболивающие, на что я ему передал обезболивающую таблетку одну штуку. Он передвигался с трудом. Эти показания вы давали? Я бердім, бірақ ол кезде айтқандай, ондай ол кезде ол кісі айтқан жоқ болатын, осы жерде деп айтқан жоқ болатын. Себебі мен өзім кішкене орыс тілден қиындау болып отырған, және де антикордан қызметке келіп тұрған. Показания, которые прокурор зачитал, вы подтверждаете или не подтверждаете? Жоқ, мен бердім, бірақ кішкене өзгертулермен жазылған болатын сол жерде. Қай жерде? Что ол кісінің мұрнын сол жерде сындырғандығын, ол кісі маған айтқан кезде военный кісілер келіп шынтақпен ұрып сындырған болатын деп айтқан болатын. Ол кезде сол жерін өзгертіп жазған болатын. Және мен допростар беріп болғаннан кейін мен оқымадым ол жақта. Кесес қол қойып шығып кетуге асыққан болатын. Құрметті сот Сатбекен, жаңа өзі Айдарханов айтып отыр, шын мәнісінде, яғни орыс тілін толық меңгере алмайды, сол себепті жаңа сотқа дейінгі тергеуді жүзеге асырған тұлғалар өздеріне қажет нәрселерді орыс тілінде жаздырып, қол қойдырып шығарып салғандығын жоққа шығармайды. Раз. Не подтверждаете, Бар, бірақ толықтай емес, ішінде өзгертулер бар. Айтсаңшы, қай жерінде, қай жерінде? Сол бағана передвигался трудом деген жерінде, және де шынтақпен ұрып сындырған деп ол военный болатын ол уақытта маған. Ал обезболивающий дәрі бергенім ол рас. Обезболивающий дәрі бергенім ол рас. Обезболивающий или басында трудом деген дәлелдемейсіз? Қолдамайсыз сосын? Сосын не? Қандай сөзді? Сосын сол бағанағы айтқан нені осы жерде сындырды дегенді. Но бірақ көрсем таним деп ол кісі маған айтқан болатын. Бірақ ол кісі маған военныйлар деп айтқан болатын ол кезде. Вы сейчас какой года? Я слышу. Звание какое у вас? Сержант. Сержант. Еще один вопрос. Последний. Насчет, вы тоже заявляете, это сотрудники спецпрокуратуры вам предлагали сдать, показать на ваших руководителей? Кто именно? Сопақов Бауыржан мен Хамитов Нұрсұлтанға ма? Я не знаю, на кого именно просили вас дать показания. Сопақов Бауыржанға және де Хамитов Нұрсұлтанға. Тұрпанбаев Серікке ондай қатты сұраған жоқ, бірақ Хамитов Нұрсұлтанға мен
Сопақов Бауыржанға сұраған болатын. Вы, наверное, заявили, куда необходимо? Жоқ, мен қорықтым, себебі бұл істі мен қазір айтатын болсам, менің ісім одан да күрделеніп, мені подставить етіп тағы да қатты ісімді күрделендіріп алам ба дедім да қорықтым. Тоже не заявляли, да? Қорыққандықтан айтқан жоқпын. Вы сейчас неоднократно говорили суду о том, что вы не аттестованы и вы были стажером. Даже в первый день суда вы сказали стажером. Да, солай. Для чего, с какой целью вы скрыли о том, что на вас был уже приказ? Я не И вы скрывал. приняты работать? Я не скрывал, оны ауызша жасырып та мүмкін емес, себебі кез келген ішкі істер қызметкерлердің делосын ашып оқитын болсаңыздар, осы жақта жазылып тұр. Мен ол жақта айтқаным, арнайы қабылдау орны маған ешқандай да құжаттармен алып келіп таныстырған жоқ, және де приказдарымды берген де жоқ. Сол себептен мен солай айтқан болатынмын. Ал оны мен жасыру деп қателік деп есептеймін, себебі ол кезде мен ештеңе жасырған жоқпын. Если на вас не было, по вашему мнению, я с вашей позиции смотрю, если вы считаете, что вы еще не приняты на работу, вам позвонили там, сказали выходить на работу там, туда-туда, почему вы вышли на работу? Себебі жұмысқа кіруге деген ынтам болғандықтан, және де өздеріңіз біле кетсеңіздер, ішкі істер органдарына пока жұмысқа кіруге дегенше бір жылдан астам уақыт кетеді, себебі медкомиссиясы бар, басқасы бар. Соның бәрін өтіп келген кезінде жұмыстан алып тастамасын деген қорқыныш сезіммен айтқанның бәріне көніп шыға беретінбіз. То есть вы согласились с тем, что вы уже исполняете свои должностные обязанности? Я себебі өйткені мен арнайы оқуға 3 айға бардым, және содан кейін не бұйрық берсе де соны орындайтынбыз. Себебі бізде белгілі бір ананы істеймін, мынаны істемеймін де ол бізде мемлекеттік қызметкерлерде оған ондай рұқсатта жоқ, және де жаңадан келген қызметкер болғандықтан оған ешкім сенің айтқан сөзіне назар аудармайды. Жұмыс ұнамаса шығып кет деп айтады. Сол себепте мен сондай сөз естіп қалмау үшін қорыққанымнан қай жаққа шақырады, сол жаққа барып жүре бердім. То есть вы согласились с тем, что вы уже вышли на работу и исполняете обязанности? Ну, сізге жауап бердім ғой қазір ғана. Коротко скажите, согласились же? Енді шақырғаннан кейін бару керекпіз ғой. Жарайды, содан кейін сен айттыңыз, бізді сол ана Қошмамбетке шақырды, мен ол жақта ешқашан да болмадым. Келгеннен кейін старший кім болды? Түсінбедім. Старший кім болды? Кім распоряжение делал? Сіздің сұрағыңыз нақты дұрыс түсінбедім. Бір тілде айтасыз ба, қазақша немесе орысша? Сол, в этом спецприемнике, кто был старшим? Вы когда пришли, вы сказали, там двери, запущенное здание, камеры то открыты, то закрыты, кілттері болған жоқ деп, мен сенің жауабыңды айтып отырмын. Сонда бәрін ұйымдастырып жасаған кім? Кто старший там был? Бағанағы айтып өткендей, Сопақов Бауыржан бізге указание берді, что бүкіл кілттерді тауып, биркаларын жабыстырсын дегенге. Сопақов содан кейін сендерге бір пакет кілттер әкелді. 2 пакет. 2 пакет, сіз солай кілттерді былай нетіндер. Содан кейін сен айттың, мен ешқашан анонимне камера жаққа барған жоқпын, мен тамаққа, кім мені жібереді соған тамаққа... Кешіңіз, бұрмаламауыңызды сұрайын, мен камераға барған жоқпын деп айтқан жоқпын. Мен сол жақта поста тұрдым, және де сол жақтан мені кім жұмсайды, мен соған бардым деп айттым. Бұрмаламауыңызды сұрайым сізден. Пожалуйста, не делайте замечания, вы у нас подсудимый, и вы мне вопросы не можете задавать. И замечаний не можете делать, только через председательство. Переведите, пожалуйста, на я хочу задать вопрос, он мне делает замечание, я хотела что-то. Я хочу задать вопрос. Сен айттың жаңа 7-ші январьдан? На вы надо прочитать. Ну извините тогда, 7 Тогда это же я же приду. 7 по 15 число вы там были. Жеті күн болдыңыз, иә? Шатаспасам, нақты күні есімде жоқ. Жоқ, неге сен жаңа айттың мұна... Мен айттым сізге, мен 7 күні бардым.
Вы на одном языке задавайте, пожалуйста, вопрос. Вы Да, уже да, сами да. запутались. Не, просто здесь все его ответы я на казахском, за которым мне приходится обратно. сіздің сұрағыңызға жауап бере кетсем, мен сол жаққа 7 күні бардым, шатаспасам 15 күні қайттым деп айттым. Мен нақты сізге қай күні қайтқан деп Вот, согласно ваших показаний, вы с 7 по 15 число, то есть 7 суток вы там были. дәл солай. Угу. Сонна айтыңызшы, Не 7 суток. Он говорит, только днем там был. Можно не перебивать даже? ну, можно я задам вопросы? Он 7 суток был, он сказал, что он днем работал, ночью уходил куда-то отдыхать. Мне же вопрос с этим связан. Количество суток у них произносит с 7 по 15. Да. Он сказал, так как он молодой, и он только в дневное время работал, якобы не работал трудовое законодательство. Мне вопрос, куда он уходил отдыхать? Бастапқы күндері 3-ші этаждағы неге камералардың ішінде жатып жүрдік өзіміз. Содан кейін үстіміздегі киімдеріміз 4-ші қаңтардан бастап киіп жүргендіктен үстіміздегі киімдерімізден жағымсыз иістер шығып, өзімізді ыңғайсыз сезінгендіктен жалынып сұранып, бізді үйге қайтаруымыз сұрап, және үйге барып киім ауыстырып қайтып жүрдік. Және де демалған уақыттарда үйге барып демалатын болдық түнгі уақытта. Ал нақты қай уақыттарда екені есімде жоқ. Себебі өзіңіз бір киген киімді бірнеше күн киіп жүре алмайсыз ғой. Және де Жақсы келе жоқ ол комментарий. Вопрос не надо мне задавать, я вам еще раз говорю. Так, Вы, да, дальше. мен сізді подождите, сұрақтым ба? это там. Спокойно, не надо эмоции. Вот 7 по 15 примерно вы находились в парке. Теперь говорите, что отлучались домой, в том числе менять одежду, да? Каждую ночь вы отлучались? Басындағы күндерінде жоқ, тек қана сол жақта қалып жүрдік. Кейіннен жақта ұсталған азаматтарды шығарып жібергеннен кейін Қашаннан бастап үйге барып бастадыңыз? нақты күні есімде жоқ, құрметті сот. Бірақ Неше рет жақсы үйіңізге барып болған? 3 немесе 4. Күнде? Дәл сол Күнде ғана ма? күнде ғана. Есть еще вопрос? Да, есть вопрос. Задавайте. Джанес, в своих показаниях вы сказали, да, была очная ставка, но я вот по вашему, прям иду по вашим показаниям, во время следствия была очная ставка с Исламовым, но он во время очной ставки на меня в лицо не смотрел, вы сказали, и в связи с этим вы считаете, что он вас не узнал. Дұрыс па? Дәл солай. Себебі адамды танымас бұрын Болды, бетіне қарау керек. Стоп, Айдархан, айттыңыз ғой не себебі? Да. Ну зачем повторить одно? Да, содан кейін... Так, адвокат, Руслан, к вам тоже просьба. То, что его слова говорит, я еще, вы это подтверждаете, это подтверждаете, Нет, совсем правильно. Я Он дал просто, может быть, показания. я не так поняла, думаю, переводчика же нету. Я Ну, иногда... давайте включим, суд же у вас спрашивал. Ну, я не хочу затягивать процесс. Хочу Тогда просто, зачем да. ссылаться? Содан кейін былай айтыңыз, Конор кимеймін мен, ол маған жараспайды дедіңіз. Дәл солай. Қалай, как понять эти слова ваши? Вы что, в фэшн-индустрии работаете, что ли? Жараспайды. Соны айтып беріңізші маған. Я не поняла соны. Енді кешіріп өтінем, әр адам өзіне киім алып киетін кезде өзіне жарасымды, жарасымсыз киім екенін қарайды ғой. Енді атам заманда тас ғасырында киген киімді кимейміз ғой біз. Өзімізге жарасатын киімді киеміз ғой. Менің бет әлпетіме қарасаңыз, ондай киім жараспайды. Да, смотрите, содан кейін сен полицияға орналасқанда қандай киім киесің, оған саған жарасай ма, жараспай ма, ол туралы сен ойлаған жоқсың ба? Құрметті сот, аталған сұрақты алып тастауын сұраймын. Бұл форма жайында нәрсе емес. Жарайды, алып тастаңыз, иә. Полициялық форманы киюден бастап Все, кетіп тұрған жоқ. Всё, ваше дальше, ходатайство дальше. прозвучало. Всё, Ну что это у нас? Прения, реплики? Не говорите. Постоянно сзади вот шуп-шуп-шуп пытается перебить, может сказать. Уважаемый суд, давайте закончим. Можно вы даже я не досказала, вы начать перебивать? Ну вот смотрите дальше сейчас. Хорошо, уважьте женщину, скажите, пожалуйста. Я кто? уже сказала, уважаемый суд. Так, хорошо. Подсудимый, Постоянно перебивать. согласно закону, вправе по своему усмотрению сформулировать свой ответ. Поэтому его затыкать не нужно. Он имеет право сформулировать свой ответ. Что Понимаете? это такое? Хорошо. Нет, ходатайство Уважаемый суд, можно. замечание, сколько можно? Уважаемый Почему ему суд, можно? ходатайство Да, можно? присаживайтесь, пожалуйста. Нет, у меня Вопрос- ходатайство. Задайте, Я давайте. просто не пойму, у него кто адвокат?
Можно узнать, я, например, оттуда слышу, я просто хочу видеть лицо. Кто-нибудь адвокат получит? Его показания косвенно касаются Нет, я думаю... Все. Поэтому я и задаю вопрос. Давайте... Стоп. Какой ходатайство? У меня ходатайство, я хочу знать, кто у него адвокат. Кто его адвокат? Ответьте. Да, кто? Фамилия знаете? Адвокат Жумахмед. Ага. Адвокат Талжатбаев. Ага, а я думала, Кошупаев, он же защищает. Адвокат такой же имеет право Ну, задавать вообще-то, вопросы. это очень, в первую очередь, же он? Пожалуйста. Да. Адвокат, был адвокат, может? Нет, просто Кошупаев тогда... Почему не можно себя так вести? Он иногда путает, что он председательствующий, заскакивание начинает. Никаких Он мне замечаний. за ухом говорит все время, как будто он председательствующий Не суда. говорите ей за ухо, все. Да, не говорите, пожалуйста. Все. Отвлекайтесь. Закрыть вопрос. Вопрос задавайте. Да, иногда просто забывает статус, что он уже адвокат. Хорошо. Все. Не забывайте свой Да, жаңа сіз дальше вопрос. сұрақ я жаңа өздеріңіз осы жауаптарды айттыңыз, өздеріңіз қарсылығын көрсетіп дәретханаға мақта салған тряпка ма неме салды деп айттыңыз, салып жіберген деп. Мен салып жіберген жоқ деген жоқ, мен салып жіберген деп естідім деп айттым сізге. Естідің. Мақта неме салды? Мақта тряпка салған деп естідім, себебі құбырларды жөндеу барысында құбырлардың ішінен шыққан қалдықтар сондай болып шықты. Мен сондай деп естіген болатын. Оны қашан анықтады? Нені? Өздерінің қарсылығын көрсетіп, дәретханаға мақта тряпка салып жіберген деп естідім деп. Ол қашан болды? Сол құбырды жөндеу барысында болған әңгіме, бірақ ол 7-сінде ме, 9-ында ма, 15-інде ме? нақты күні уақыты есімде жоқ, себебі ол уақыттан бері қаншама күн өтіп кетті. Тіпті осы уақытта болып Ең жатқан басында процестердің бірінші келген күні ме, или ақырғы кеткен күні ме? Қашан болды? Мен сізге қайтадан қайталап айтып отырмын ғой, нақты күні есімде жоқ. Қандай дәлел бар мына кісілерді сіз қазір, вы сейчас обвиняете людей, что они специально забили туалет ватой тряпкой. Вы обвиняете или вы слышите свой ответ? Стоп, подождите. Айдархан, формулируйте свой ответ правильно. Из вашего ответа столько вопросов действительно возникает. Что у вас? Рұқсат болса, менің ең басында айтқан сөзімді бұрмалап жатыр. Себебі мен бұл жерде мен айтқан жоқпын, олар сөйтіп салып жіберді. Мен естідім деп айттым басынан бастап. Осы жерде диктофон нақты есімде жоқ, себебі сол құбыр жөнделгеннен кейін сондай әңгімелер болды. Ол тек қана бір ақ адамның аузынан шыққан сөз емес қой. Жан-жақтан маған естілген болды, сол себептен білмеймін. Еще есть вопрос? Да, есть вопрос. Қазір сізде ешқандай дәлел жоқ оған, иә? Я дәлел жоқ, мен естуім бойынша деп айттым сізге. Ал енді вы признаете, что вы пользуетесь всякими слухами, а не доказательствами? Хорошо. Зачем? Джане, вы сейчас сказали, что с 7 по 15 число были. Были ли за это время врачи, оказывали ли кому-нибудь медицинскую помощь? Нақты есімде жоқ, кімнің қандай қызметте екені, сол себептен оған нақты жауап бере алмаймын, есімде жоқ. Что, врачи были или нет? Почему здесь не жёг? Врачи были или не пришли тут? Были там заведения или нет? Вы видели врачей или нет? Есімде жоқ. Себебі танымадым ол кісілерді. Ақ врачтар келді ма, ақ халатты? Стоп, пожалуйста. Пропустим, что такое вообще? Стоп, минутку. Адвокаты. Уже хватит, это честно, надоело уже вас ходить между вами. Ну, вообще-то меня... Вот я обращаюсь туда. Ну давайте соблюдайте порядок. У вас есть же время задать вопрос. Ну что такое? Мендешев ругается, Мендешев түсінбей жатыр. Это же потом уточните. Мына кісі өзі Все, потом уточните. қазақша жауап берген сұрағын бәрін жауап алып та, ондай болса переводчикті өзіңізге сізге қатыстырайық та онда. Уважаемый суд, дайте мне допросить до конца Айдарханова. Почему за него отвечает его адвокат? Я вот это не пойму. Почему вы Я не отвечаю. Хорошо. Отвечаете. Пожалуйста, ваша очередь же была. Подождите, пожалуйста, адвокат Моя очередь. адвоката Айдарханова и Бюджекова, суд делает вам замечание. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы по ходу, записывайте по окончанию допроса, который составит ваши. Задайте вопрос. Знаете же порядок? Или надо специально вот это шумгам? Если нужен шумгам, дальше устраивать. Ага. Подсудимый Айдархан, можно, да, продолжить? Да. Подсудимый Айдарханов, вы сейчас на вопросы прокурора отрывок из очной ставки подтвердили о том, что да, я свои показания подтверждаю, кроме
То, что передвигался судом, здесь ему сломали нос. Да. Вот кроме этих слов, да. Здесь отрывка из этой очной ставки, значит, вы подтверждаете о том, что вы выводили из камеры, там очной ставки, вы об этом говорите. Мен сізге қайталап айтам, камерадан ашып шығару менің прямой міндетім емес, маған ашып береді. Сол кісімен және де бірге далаға шығару, ол менің міндетімде. Және бағана қыс айтып отқандай қиналып жүрді деген болған жоқ. Яғни, мұрнын дәу ісініп тұрғанын көрдім, және де мен сұрадым. Мен ешқандай да врач емеспін ғой. Сол себептен сұрадым, мұрныңызға не болды деп сұрадым. Себебі адам ретінде... Я не про Якубова задаю вопрос. Солай кіріп шығарып, кісілерді кіріп шығарып жүрдіңіз ғой енді. Неменеге допросқа апардыңыз ба, дәретханаға апардыңыз ба, енді сіздің жұмысыңыз ғой ол. Допрос емес, дәретханаға деп айтыңыз. Дәретханаға апардыңыз. Допросқа апарған жоқсыз? Допросқа апарған жоқпын, себебі допросқа апаруға маған ешқандай рұқсат болған және приказ болған жоқ, және менің міндетіме кірген жоқ ол. Сол конвоируем, задерживаем на прогулку. Также открываем двери камер. Вот ночная ставка, да, сейчас он перевод сейчас. Айтныш, сол езде. Вы видели в камере тяжелобольных, которым необходима была медицинская помощь? Бұл жақта, нелерді, туалетке апарғанда апарып жүрдім, бірақ камералардың ішіне ашып, прям қараған жоқпын, себебі менде болған жоқтықтан, ешқандай ішінде ауырып, қозғаламай жатқан адамдарды көрген жоқпын. Скажите, пожалуйста, вы сказали о том, что со стороны Генеральной прокуратуры было предложение такое дать показания на Хамитова, на Сапакова. И после этого уже потерпевшие поменяли показания и проводились очные ставки. Дәл солай. А когда это было? То есть когда это предложение поступило? Сол болардың алдындағы бір жазда шақырып жүрген болатын. Жазда немесе көктемде нақты уақыт есімде жоқ осы жылдары. Себебі менде өзімде кішкене отбасылық жағдайлармен қиналып жүргендіктен есімде жоқ. Но бірақ шақырған кезде сондай маған ұсыныс жасаған болатын. Мен ол ұсыныстан бас тарттым. Содан кейін бір ай уақытқа толмай шатаспасам, солай очный ставкалар болып, сондай менде нелер пайда болып бастады. Так я правильно поняла, в этом году, да? Дәл солай осы жылы. Жазда, да? Дәл солай. Да, уважаемый суд, тогда прошу обратить внимание, вот здесь допрос потерпевшего, который я представляю, это Алимкулов. И он давал свой допрос еще 27 апреля 2023 года, том 21, лист 2-8, где уже он точно такие же показания дает, что дает после и очной ставки. Это о том, что вот его душил сотрудник. После уже прошло опознание и проведена очная ставка, естественно. Здесь вот том 21 вот также описывается то, что его душили, выводили с камеры, то есть то, что было зачитано гособвинителем в период. Что вы на это скажете? Если в 23 году, 27 апреля, да, Алимкулов Алмаз дает такие показания на вас. Хорошо, стоп, подождите, адвокат, вы сядьте, пожалуйста. Но она же не говорит, что там слово Айдарханов произнесено. Құрметті сот, рұқсат па? Ол жақта ол кісінің айтуы бойынша 24-27 жас аралығындағы азамат деп тұр. Ал менің қазіргі уақыттағы жасым 23 жас. Ол уақытта мен шатаспасам 20 немесе 21 жаста болдым. Және сол уақыт олардың алдындағы 7 ай бұрынғы менде суреттерім тұр. Яғни 7 ай бұрынғы деп не үшін айттым? Себебі астындағы жазулар сол уақытта менде Samsung телефон болып, уақыты бәрі жазылып тұрады. Сол себептен мен осы суреттерді алып келген болатынмын. Ол кездегі түріммен қазіргі түрімде мүлде ұқсас тұрмын. Және қазіргі уақыттың өзінде мен 24 пен 27 жас аралығындағы адамға ұқсамаймын ғой. Және де соған назар аударуыңызды сұраймын. Және де ол кісі мен айтылған болатын, менің шашым прямой деп. Дұрыстап назар аударып қарасаңыздар, менің шашым прямой емес, менің шашым виролог келген болатын. Сол себептен Алимкуловтың берген ол кездегі жауабында мен еместігіме нақты сеніп айта аламын, себебі мен ондай іс істеген жоқпын. Құрметті, осы іске мұқият қарауыңызды сұраймын, себебі бұл жерде мен емес екендігі анық көрсетілген ғой. Могу, да, тогда зачитать
где вообще здесь не такой ответ, как на который ссылается. Том 21, здесь дело 6. Я не буду полностью весь допрос зачитывать, уважаемый суд. Вот ответ Алимкулова. Били всех без исключения. В первые 3 дня, когда мы были, нам покоя не давали. В первую очередь нам не давали уснуть. Заставляли стоять в полусидя около 2 часов. Когда видели, как кто-либо нарушивает требования, то есть сразу били дубинкой, руками, ногой, бывало прикладом били. Один из сотрудников в первый день ночью задушил меня, его лицо я четко помню. У него была насмешка, пользуясь своим положением, просто без причины взял меня на удушение. Он был в гражданской форме, это он брал отпечатки пальцев. Потом со стороны ОМОН идет и так далее. Описание, как они бьют. На листе 8 на вопрос, можете ли вы опознать? Да, смогу опознать, который брал у меня отпечатки пальцев. Также душил меня при других задержанных в камере. В первую ночь, когда нас доставили в СПА. Его я точно запомнил. Возраст примерно 24-27. Рост 180, худого телосложения, азиатской внешности. Национальный казах, волосы черты прямые в гражданской форме. Когда я его душил, я потерял сознание. Он же не говорит, это точно вот 28-летний какой-то сотрудник. Вы... Дәл солай, және де сіздер назар аударып қарасаңыздар, Стоп. Да. Что вы скажете на вот эти показания Алимкулова? иә, ол жерде менің бойым мен худейшее телосложение екенімді келістірді, бірақ 24 пен 27 аралық жасындағы қызметкер еместігім, және де шашым прямой еместігім, және де сіз өзіңіз назар аударып қарасаңыз, Алимкулов сол жерде 122 мен 130 қызметкерлерде айтқан болатын, және ол кісілердің атын да айтқан болатын. Ал ол кісілердің атын, егер ол жерде болмаған қызметкерлер болатын болса, ол кісі қалай біледі? Себебі ол кісілер ол жерде болған жоқ, бірақ атын біліп отыр. Сол жерде мен миға қонымсыз деп есептеймін. Ага. Дальше, да. Вот еще раз, вот, согласно вашей версии, сейчас это ваш метод защиты, который вы избрали, что там сотрудники Генеральной прокуратуры заставили потерпевших дать против вас показания. Это было вот летом в этом году, 24-м. Тогда почему 27 апреля 23 года Алимкулов, а у вас потерпевший, точно описывает и указывает на вас? Уважаемый суд. Стоп. Все понятно. Ой, где на него показывают рядом? Описывает, хорошо, потом... Нет, ну хорошо. давайте, стоп, подождите, вопрос, давайте проверим. Там же нет фамилии Айдарханова, зачем? После опознания он точно те же действия, уважаемый. Нет, сейчас вы ссылаетесь на допрос. Да, в качестве 27 апреля, который вы зачитали. 23 года. Ну подождите, пожалуйста, дайте мне высказаться. Вы не можете сейчас ссылаться, что он вас опознал. Если он не опознает, он описывает. Судья опознал, уважаемый суд. Ну это другой вопрос. Поэтому, пожалуйста, вопрос чуть корректный. Да, судья опознает, в ходе очной ставки подтверждает эти же показания, еще данные в 23 году. Хотя вы говорите, что они были даны, их заставили на вас дать такие показания. Как это объясняется? Уважаемый суд, можно, да, высказать? Можно снять вопрос? Можно? Ну как вот сейчас представитель потерпевшего говорит, ну мало ли что он тогда сказал, если он сейчас говорит, что ему просили его дать показания. Ну что вы связываете то и с этим? Человек сказал, показания дал, что его упрашивали дать показания. Вы к этому тогда вопрос видите? Ну что вы там? Одни и те же показания, не меняет, они стабильны. Он дал ответ на вопрос. Еще есть вопросы? Да. Нет, можно в связи с этим вопрос? Айдарханов, скажите, пожалуйста, когда у вас появился адвокат во время следствия? Во время следствия, какое время у вас появился адвокат? Бүкіл очень ставканы бәрі біткеннен кейін маған айтқан болатын, адвокатымды алып кел деп. Сол кезде адвокат алып кел. Оған дейін маған адвокат алып кел деп ештеңе деген жоқ. Содан кейін вы обжаловали, да, все вот эти следственные действия? Жоқ, мен айтуға қорқтым, себебі мен өзім ісімді күрелентіп тастайды деп ойладым да, содан кейін қорқтым. Себебі мен тергеу іс-әрекеттерін қандай болатынын мен білмеймін. Ол уақытта тергеу іс-әрекеттеріне, ешқандай тергеу іс-әрекеттеріне қатысып көрген жоқпын. Сол себептен мен өзім қорқтым, мен өзімді қайтадан жауып тастайды ма деп. Себебі сол уақытта. Жоқ, сіз қорықтыңыз, жаңа сізде адвокат болды ғой, енді адвокат немеден қорқады? Енді сіз мен айтып жатқан сөзімді бөліп жатырсыз ғой. Себебі сол уақытта менімен бірге болған, яғни осында отырған, менімен бірге отырған кісілерді жауып тастаған болатын. Және де менің де сол кісілердің қасына жауып тастайды ма деп қорыққандықтан мен ештеңе деп айтқан жоқпын. Жарайды, болды. Болдыңыз ба? Да, уважаемый суд, вот так. Потом вот
обвинение тоже ссылалось на очную ставку вместе с Айдарханов и Исламов Жасур. Эта очная ставка проходила 26 апреля 2024 года. И здесь как раз таки в ходе очной ставки потерпевший, то есть не летом, вот, а еще весной, 26 апреля, говорит о том, что Айдархана видел и по поводу побоев, то есть также опознает и описывает его действия. Что вы на это скажете? Почему вот 26 апреля уже Исламов на вас показания дает? Ол жағын нақты білмедім. Мен сізге бағанағы айтқандай, көктем немесе жаз деп айттым. Мен сізге нақты уақытын В АВФ айтқым. ведется же час, вы сами. Көктем немесе жаз деп айттым. Хорошо, вы не отвечаете за него. Адвокат Попов. Сіздерден өтініп сұраймын, мен айтқан жауаптарымды бұрмаламай, немесе нақты тыңдап айтсаңыздар, себебі қайта-қайта бұрмаланып айтып жатырмын, мен сұрақтар берген жауаптарымды. Сол себептен бұрмаламауларыңызды сұраймын. Так получается, Исламов Жасур врет тоже? Дәл солай. Себебі Ислам Жасурбек пен Алимкулов Алмастың екеуін де айтып отқан екі түрлі болып тұр ғой. Біреусінде қара киім, біреусінде басқаша киім. Және де түр сипатыма екеуінікі айтылып тұрған екі түрлі ғой. Соны дұрыстап назар аударуларыңызды сұраймын. Құрметті сот мырза, андағы жерде сол қатар оқиғасына дейін 7 ай бұрынғы суреттер. Яғни ол жердегі менің фейсім бала фейс болып есептелінеді ғой. 24 пен 27 жас аралығындағы азаматқа мүлде ұқсамайтынын нақты кез келген азамат айтып бере алады. Анда жақтағы суретке қарасаңыз, ол кісілер шатасуы мүмкін, себебі маған ұқсайтын қызметкерлер өте көп, себебі арық осындай бойлы адамдар көп жерде кездесетінін анық айтып бере аламын. Вопрос есть у вас? Да нет. Можно вопрос тогда? Сен жауы бойынша, сен айтын жеті. Суд еще раз говорит, пожалуйста. Ой, на русском, да? На русском и на вы надо обращаться. Порядок жизни какой-то надо соблюдать. Хорошо, я тогда на русском скажу, я, может быть, окончание неправильно на казахском говорю. Согласно вашим показаниям, жеті күн болдым, значит, 7 дней болдық тамақ бірнеше күннен кейін тамақта келді дедіңіз. Содан кейін матрастар қашан әкелді білмеймін, бірақ матрас бәрілеріне жеткен жоқ деп айттыңыз. Содан кейін сонымен 5 адам жұмыс істеді, қалғандары қарап тұрды. 5 адам ғана неменеде сенмен бірге 5 адам ғана жұмыс істеді, қалған бәрі бастықтар енді қарап тұрды деп айттыңыз. Сол 5 адамда фамилияларын айтшы. Мен сізден сіздің сұрақтарыңызды дұрыс түсінбедім. Но мен өзім түсінігім бойынша, мен сізге айтқан жоқпын, 5 адам жұмыс істеді деп. Мен сізге образын айттым. 5 адам істесе 2 адам қарап тұрады деген сияқты болды дедім. Ал ол жақта молодой состав жұмыс істедік. Және кімнің қалай екен фамилиясы? Қанша кісі сонда жұмыс істеді? 5 адам болмаса. Өзің жаңа өзің айттың, 5 адам. Жарайды, яғни сол уақытта жұмысқа кірген жаңа қызметкерлер істеді деген секілді айтып отырмын мен сізге. Қанша кісі жұмыс істеді? Қалай жұмыс істеді? Которые реально работали, не которые стояли, смотрели, как вы работаете. 2-3 бала жүрдік сол жақта, матрастарды басылды, камераларды жабыстырдық. Давайте, уважаемый суд, я вот задаю конкретный вопрос, блиц-вопрос, блиц-ответ. Не надо мне по 3 раза повторять про его фотографии, про его детское младенчество, лицо. Вот это не надо 100 раз говорить. Можно конкретно, чтобы ответил вопрос. Сен жана айттың, 2-3 бала ғана жұмыс істеді. Солардың фамилиядан айтшы. Кешірім өтінем, ол уақыттан бері қанша уақыт өтіп кетті? Айта аласың ба? Білмесең білмеймін деп айт. Білмеймін, ол уақыттан бері қанша уақыт Білмейсің, өтіп кетті? все, ответ не устраивает, білмеймін. Сен өзің фамилияңды білесің ба хоть? Құрметті суд, ескерту жасауын сұраймын. Жарайды, ескерту. Давайте еще что-нибудь там, сесвите тогда. Я. Давайте еще пару таких с каждой стороны. Послушайте. 28 приказ вышел 28 декабря 2021 года, номер 943, за подписью Кудибаева. И вы, несмотря на то, что, по вашему мнению, вы не были приняты, вы с этим приказом не ознакомились, но вы продолжали работать.
то есть исполняет свои обязанности. Почему вы своему руководству, вот в данном случае у вас получается руководитель СОПАКа, да, получается? Не сказали о том, я не ознакомился с приказом, я не ознакомился со своими функциональными обязанностями. Это грамотный человек, это полицейский слой. Неге солай сұрақ қоймадыңыз бастыңызға? Мен осы өмірге келгеннен полицейский болып өмірге келген жоқпын. Мен ішкі істер қызметкерлеріне бірінші жұмысқа тұрдым. Мен өзімнің приказымды қай жерде қалай алатынымды да білген жоқпын. Кімдер керек екендігін де білген жоқпын. және мен келе сал арнайы қабылдау орнының қызметкері болған жоқпын. Бағана айтып өткендей, көшедегі қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету, яғни нақты айта кететін болсақ, маршруткалардың ішіне формамен кіріп, біз профилактика жасайтынбыз. Яғни құрметті азаматтар, қалталарыңыздағы телефондарыңызды жоғалып кетпеулеріңізді, қарауларыңызды сұраймыз деп ішіне кіріп формамен айғайлап дауыстап сөйлейтін болатынбыз. Егер де сол істі сұрасаңыздар, кез келген осы Каспийдің аумағындағы маршруттардан сұрасаңыздар дәлелдеп береді. Стоп, подождите, Айдархан, вам конкретно вопрос задает. Вы вот ходите, время проходит, приказа на вас нет. Вот это почему вы не интересовались? В чем здесь маршрутка или что? Себебі маған белгіленген аймақ сол болды ғой. Мен сол себептен мен өзімнің қызметімді сол жерде деп ойладым. Себебі маған ешкім бұйрық қайда деп сұрамадыңыз ба деп соны сұра анықтап отырсыз. Жоқ, мен бұйрық ол емес, одан кейін тағы да маған январь событиядан кейін арнайы қабылдау орнының бұйрығын берді. Сол кезде бірақ танысқан болатынмын. Ал оған дейін білмедім мен. Соны неге сұрамадыңыз деп жатыр болған? Оны мен ойлаған жоқпын, себебі мен білген жоқпын оны сұрау керек деп. Маған өздері алып келу керек деп ойладым. Сіз форма кидіңіз бе? Жоқ, маған ол уақытта форма берілген жоқ болатын. Қазір сұрақ. Сіз қазір сержантсыз, званиеңіз сержант. Қай жерде істейсіз? Айдауыл қызметінде. Можно перевод, а? Рота конвойной службы. Рота конвойной службы. Где? Алматинской области. Алматинской области. Уважаемый суд, прошу обратить внимание суда, что в первый день, когда уточняются анкетные данные, подсудимый Айдарханов сказала, что он работает в ОБП, да? Да, солай, мен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасында откомандирован, мен қазіргі уақытта мен сол жерде жүрмін. Бірақ менің приказым бойынша мен айдауыл қызметінде жұмыс істеймін. Бірақ 2 жылдан бері мен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының бастығына бағынамын, және айдауыл қызметіне бағынбаймын. Бірақ айдауыл қызметінде тұрмын. Числитесь там, работаете. Дәл солай, откомандирован болып есептелінемін. Да. Ол жақта тұрған ештеңкесі жоқ деп ойлаймын, себебі Хорошо, ештеңкесі жоқ, он ешкім. Да, уважаемый суд, я хочу обратить внимание суда, что подсудимый Айдарханов с самого начала суда вводит суд в заблуждение нас о том, что он якобы что он не принят на работу, что он приказа не было, что он там работает, теперь там работает. Человек, который меняет свои показания, хочет уйти от ответственности. Но это право подсудимого. Да, конечно. Мы еще закончили? Мы ничего не закончили, можно я продолжу допрос? Хорошо, большое. Айыптау жағының жаңағы менің қорғауымда Айдархановты айыптап отқан сөздерін құлақ аспауыңызды сұраймын. Себебі құрметті суд, шыны керек, оның жоғарғы білімі жоқ. Мектепті бітіре салып полицияға кірген адам ол қайдан біледі шынымен де? Можно перевести тогда, переводчик, пусть переведет. У меня вопрос конкретный. 98 человек привезли. Сколько человек обслуживало вот это, их содержание, их охрану? Ол жағы маған белгісіз, ол жағы мен қарамаймын. Өйткені ол жақта көптеген қызметкерлер болды. Мен шатаспасам 200 қызметкер болған шығар. Вот эти 200 человек все были полицейские с вашего Карасайского и Жамбулского, или были еще посторонние какие-то люди? Какие формы были? Айта кететін болсам, сол бағанағы айтқандай қара киімдегі спецназдар, менің ойым бойынша ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің спецназдар деп ойлаймын. Себебі МВД-ның соборында бағанағы айтып өткендей полиция немесе собор деген жазу болады. Және де камуфляжный цветтегі әскери погранслужбаның деп айтты. Нақты мен білмеймін, олар қай службаның спецназдар екен. Камуфляжный цветпен тағы да спецназдар болған болатын. Және де мен естуім бойынша сол жаққа собор қызметкерлері келді, Алматы қаласының.
Және де Алматы қаласын сотрудниктері келген болатын, мен естуім бойынша, және өз көзіме көрген жоқпын. Өтірік айтам. Бір Алматы қаласыныкі болды. Және де Жамбыл ауданының полиция басқармасы болды, Жамбыл ауданының ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қарасай ауданының ұлттық қауіпсіздік комитеті, және де Қарасай ауданының полиция басқармасы, және де тағы да басқа службалар болды деп айтқан болатын. Және де ол жерде мен өз көзіме көрген жоқпын. Естуім бойынша Қарасай аудандық прокуроры мен және прокурордың орынбасары келді деп айтылған болатын. Мен бірақ ол кісілерді нақты өз көзіме көрген жоқпын, және осы уақытқа дейін танымаймын да, ол уақытта кім прокурор болған және прокурор облысы болған. Себебі менің қызметім ол кісілермен байланысты емес. Переводите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, сайтыңыз постта болды, постта неше кісі болды, пост қай жерде болды? Режимі блокта болды, екі кісі. Екінші кісі кім? Әр кезде әртүрлі ғой. Енді әртүрлі болса, енді фамилияларын айтыңызшы. Фамилиялар есімде жоқ. Сол біздің арнайы қабылдау орнының несінде бізде істеп жатқан бізден қызметі үлкен кісілер. Бізде старший болып жүрді. Атын білесіз бе старшийдің? Әртүрлі кісімен үстінде айтып отырмын ғой. Старшийдің аты қанға айтыңызшы? Шатаспасам Арман. Кім? Шатаспасам Арман. Арман. Фамилиясын не знаете? Фамилиясын есімде жоқ. Қандай кісі ол? Неше жаста? Жасын білмейміз, Роман. Үлкен кісі дедіңіз ғой? Үлкен кісі. Неше жаста где-то? 50-те, 40-та? Жоқ, 30-дың айналасында, 30-дан жоғары. Алматыдан департамент полициядан Абилбеков келгенде көрдің бе? Жоқ, келді деп естідім, бірақ өз көзімен көрген жоқ. Телевидение келгенде көрдің бе? Жоқ. Телевидение, енді олардың аппаратурасын көрген жоқсың ба? Мынандай камера, ножкалармен. Телевизор екенін білмеймін, анандай камера әйтеуір өткенін білем. Бірақ біздің блокқа қарай кірген жоқ, бірақ сондайды көрген. Ал Ризахунов киргизский жасманды білесің бе? Жоқ, ол кісіні танымаймын. Мен танымаймын болғанда, сол уақытта танымадым, қазіргі уақытта әрине танимын. А вообще сол кісі, содан кейін телевидениеден көрдің бе сол кісіні? Иә, сол кісіні көрдім. Ол кісі вообще соны сенде сыпата болды ма? Кейіннен тергеу әрекеттері болған кезде бізде болған екен анықталды. Анықталды. Оған дейін білген жоқпын. То мен, может, мүлдем болған жоқ деп Во время следственных действий я узнал, что он у нас был, но этого я его не знал. Ал түрі сондай болды ма? Телевидение көрсеткен роликтағыдай болды ма түрі? Мен сізге қайталап айтып отырмын ғой, мен ол кісінің бізде болғанын білген жоқпын. Тергеу іс-әрекеті болған кезде білдім. Телевидениені сол СПАның ішінде телевидение снимали в здании СПА или в другом месте? Енді СПАның ішінде жасайды ғой, далада жасамайды ғой. Өздерінің түсірген видеода да СПАның ішінде жасалынған ғой. Бірақ менің көзімше жасаған жоқ. Скажите, вот вы сказали о том, что вы были не ознакомлены с приказом. А как вы определили свои должностные обязанности? Мен қайталап айтам, менің функционалдық міндеттерім нақты осы деп белгіленбеген. Себебі сол уақытта біз қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында маршруткалардың ішінде жүрген болатынбыз. Ұялы телефондардың және де қалта бағалы заттардың ұрланып кетпеу үшін. Себебі арнайы қабылдау орны ол уақытта ашылған жоқ болды. Общественного порядка мы ездили в общественном транспорте, чтобы не было краж, например, телефон сотовых. Мы обеспечивали общественный порядок. Тут же касается именно происходящего в СПА, потому что на вопросы, на наши вопросы вы отвечаете, это не входило в мои обязанности. Дәл солай, маған берген инструкция Как вы бойынша определили их? Вот как определили, если у вас нет приказа принятия? Мен сол жақта маған берген инструкция бойынша қызмет атқарып, мен сізге қайталап айтып отырмын ғой. Яғни маған белгілі бір прямой міндет жүктелген жоқ. Сол жақтағы айтқан қызметкерлердің маған берген старшылар не айтады, мен соны бұлжытпай орындап жүрдім. Енді қызметке 7 күн орналасқан қызметкер өздігінен ештеңке істей білмейді ғой. Әскерге жаңа келген сарбаз сияқты жүрдім.
Тогда как вы сейчас вот на вопрос можете отвечать, что это не входило в мои обязанности? У вас, получается, не было никаких инструкций? Как вы разграничивали вот свои обязанности? Какие у вас есть, какие нет? Мен сізге айтып отырмын ғой, мен сол кездегі берілген инструкция бойынша маған сол обязанностьтарды айттым. Мысалы үшін сен тамақтарды осылай таратасың, іштегі адамдарды әжетханаға алып шыққан кезде қасында старшымен бірге далаға алып шығасың. Және сырттан бір кісілер алып кетуге келген кезде өзінің старшына барып айтасың, сол кісі адамдарды береді деді. Мен сол бойынша айтып отырмын. Ал енді қол саусақ іздерін алу, допрос алу, ол менің міндетіме кірмейтіні ол айдан анық нәрсе. Себебі мен ол кезде арнайы бір білімім болған жоқ. Сол себептен солай болды. То есть я правильно понимаю по ответу, ваши инструкции, ваши обязанности – это устные приказы старших? Дәл солай. Хорошо, больше. Можно один вопрос? Да. Вы сейчас в своих показаниях сказали во время следствия, подтверждали о том, что СПА было нерабочим, и только когда вы пришли, начали ключи подбирать, ну, какой-то делать порядок там, да? Матрасы начали раздавать. Скажите, пожалуйста, когда было организовано питание для задержанных? Я не говорю про донеры, я говорю про питание. Питание 2 немесе 3 күннен кейін сол столовый келді. Точно уақыт есімде жоқ, 2 немесе 3. Кім оны бәрін ұйымдастырды? Еду начали привозить спустя день или 2 или 3 дня, и я точно не помню. Кімнің бұйрығымен? Ол жағы маған белгісіз. Маған белгілесе ең басында алып келген тамақтарды соқақ бауыржан қайрап алып келіп жүрді, бірақ оған кім берді, ол жағы маған тоже белгісіз.